Бастауыш сыныпта жаратылыстану пәнінің оқу бағдарламасы оқушылардың бойында зерттеу, ойлау, қорытынды шығару біліктіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Гипотеза құрып тексеру, эксперименттер жүргізу, зерттеу жұмысымен айналысу, оқушылардың бойында өзіндік қарапайым зерттеулерден қорытынды жасауға үйретеді. Ең жақын орналасқан бірінші планета ол Меркурий. Ал екінші планета ол Шолпан. Біз тіршілік етіп отырған үшінші ғаламшар ол Жер. Қызыл планета бұл Марс. Диаметрі Жерден 2 есе кіші. Ең алып планета Юпитер. Күн жүйесіндегі ең сопақ планета Сатурн. Сатурнды айнала қоршап тұрған сақиналары бірнеше километрлерге созылып жатыр. Сатурн планетасы күнді 30 жылда бір рет қана айналады. Сол уақыт аралығында оның сақиналары бірде ашылып, бірде қырынан көрінеді екен. Жетінші планета Уран. Ерекшелігі Шолпан екеуі басқа планеталар айланатын бағытқа қарсы айланатын бірден-бір планета. Сегізінші планета Нептун. Күннен ең алыс орналасқан ғаламшар. Ғажайып ғаламшарлар! Сабақтарда оқушылардың дұрыс сұрақ құрып, көзбен көріп, қолмен ұстап, өзіндік қорытынды шығару өте маңызды. Бұл үшін мен зерттеушімін тақырыбымен берілетін зерттеу жұмыстарын әр сабақта дұрыс ұйымдастыру мұғалімнен біліктілікті талап етеді. Келесі материалымыз мұз. Жалаңаш тоқ көз мұзға қосамыз. Жанды, яғни мұз, электр тоғын өткізеді. Келесі материалымыз ағаш. Шам, жаңғақ, жоқ, ағаш, электр тоғын өткізеді. Келесі материалымыз пластмасса. Жалаңаш тоқ көз пластмассаға қосамын. Шам, жаңғақ жоқ, яғни пластмасса электр тоғын өткізеді. Келесі материалымыз темір. Жақсылап қойыңыз балалар. Жанды, темір, электр тоғын өткізеді материал. Зерттеуіміз аяқталды. Назарларына рахмет. Ендеше балалар, жаңа тәжірибемізден қорытынды шығарайық. Күн мен түннің ауысуының қандай маңызы бар? Қандай маңызы бар екен біз тәжірибе кезінде дәлелдеп көрсетеміз. Маған қазір. Назарларыңызға Сауранбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімдерінің іс тәжірибесінен үзінді көрсеттік. Қорыта айтатын болсақ, жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ал ұлы мұғалім шабыттандырады.